Сіз Бұлбұл студиясы жасаған қазақ протест тарихы подкастын тыңдаудасыз. Бұл подкаст Қазақ хандығы құрылғаннан бастап 2022 жылға дейінгі наразылық тарихын баяндайды. Біз подкастта наразылықты Қазақстандағы саяси және әлеуметтік жест ретінде қарастырамыз. Атаудағы қазақ сөзі тек бір этникалық топпен шектелмейді. Бұл жерде қазақ сөзі ел тарихының бір бөлігі екенін білдіреді. Бұл подкаст тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Барлық тарихи деректер мен пікірлер ашық дереккөздерден алынған және авторлардың жеке зерттеулеріне негізделген. Подкаст этносаралық немесе басқа да алауыздықты жандандыру мақсатын көздемейді және де қақтығыстарға шақырмайды. Барлық ақпарат білім беру мақсатында және тарихи оқиғаларды түсіну үшін беріледі. Наразылық қоғамның айнасы ретінде. Дәрісті саясаттану ғылымдарының докторы Әсел Долоткилдиева жазды. Дәрісті оқыған Жанна Қапасова. Дүние жүзі тарихы халықтық революциялар мен әлеуметтік қозғалыстар төл қоғамын өзгеріске бастап, демократияның орнауына жол ашқан талай оқиғаны өз жадына сақтады. Десе де, екінші шетінен авторитарлық режимдердің ең көп әлеуметтік наразылықтарға тұсау салғанын да жақсы білеміз. Бұл мақсатта авторитарлық режимдер көптеген құралды пайдаланады. Мысалы, олар азаматтардың құқығын шектейтін, қоғам қайраткерлерін қуғын сүргінге ұшыратып, азаматтардың наразылық шаралары мен шеруге шығу құқығына тұсау салып, оларды легитимділіктен, яғни қоғам алдындағы заңдылықтан айыратын заңдарды енгізеді. Қоғамдағы наразылықтар туралы не айтылады және қалай айтылады, бұл автократтардың қолындағы ықпал етудің маңызды құралдарының бірі. Бұл туралы біз бүгінгі эпизодта айтатын боламыз. Наразылықтардың үстем түсуші нарративтері мен наразылық тенденциялары туралы сөз қозғамас бұрын, алдымен наразылықтар туралы сөйлесейік. Сонымен, наразылық дегеніміз не? Наразылық өмірдің әртүрлі салаларында жүзеге асырылып жатқан саясатпен келіспеудің ашық көрінісі. Қазақстанда әртүрлі уақытта болған қала құрылысы мен жер саясатына, теңгенің құнсыздануы мен өмірлік маңызы бар тауарлардың қымбаттауына, зейнетақы реформасына қарсы, халықтың осал топтарына мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігіне және саяси құқықтар үшін күреске, жалақыны көтеру мен еңбек жағдайын жақсартуға қатысты наразылықтар соған мысал бола алады. Мәселен, жақында Алматы мен Ақтөбеде өткен наразылықтар кәсіпкерлердің салық саясатына енгізілген өзгерістерге наразылығын және тұрғындардың коммуналдық қызмет тарифтерінің көтерілуіне қарсылығын көрсетеді. Осы орайда аталған әлеуметтік наразылықтар қоғамның үкімет жүргізіп отырған саясатқа реакциясын және бұл саясаттардың қоғамның нақты жағдайына қаншалықты қатысы барын көрсетеді. Неміс әлеуметтанушысы Никлас Луман жазғандай, наразылықтар қоғамның тенденциялары мен мәселелерін көрсететін айна. Наразылықтар кез келген жүйенің саяси процестерінің құрамдас бөлігі. Себебі кез келген қоғамда статус-кводан тыс қалған және наразылық білдіру арқылы өзін мойындатуға, қосылуға тырысатын әлеуметтік және саяси топтар бар. Бұл қоғамдық игіліктерді қайта бөлуге қатыспайтын халықтың осал топтары, қалыптасқан саяси жүйеде маргиналданған кез келген басқа әлеуметтік топтар мен саяси оппоненттер болуы мүмкін. Плюралистік жүйелерде азаматтар мен саяси акторлар наразылықтарды өздерінің сын пікірлерін жеткізудің заңды құралы, келіспеушіліктің нышаны және өзгерістерге шақыру ретінде пайдаланады. Мейлінше жабық жүйелерде арыз, өтініш пен петициялар жазу, билік өкілдерімен кездесу, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау,
Саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар арқылы лобби жасау сияқты саясиландырудың көптеген балама арнасы қоғам үшін қолжетімсіз немесе тиімсіз. Қазақстан жағдайында егер наразылық білдірушілер көшеге шыққан болса, олардың барлық мүмкіндікті байқап көргенін және наразылыққа шығу олардың мәселелеріне назар аудартудың соңғы мүмкіндігі екенін түсінген жөн. Қазақстан қоғамда наразылықтар туралы қандай нарративтер басым және бізді олардан үрейленуге қалай үйретеді? Авторитар және жартылай авторитар елдерде мемлекет оппозициялық көңіл-күйді қоғамдық қолдаудан айыру және наразылық білдірушілердің жақтастары санының өсуіне жол бермеу үшін әртүрлі ресурстарды пайдаланады. Бұл ресурстарға тікелей қоң сүргінге ұшырату және қарсылық білдіруші топтардың сөз баянын өзіне иемдену, шектеуші заңнама, сондай-ақ наразылықтарға негатив ассоциация үстейтін белгілі бір мағыналық образдар жатады. Бұл мағыналық шектер әлеуметтік ғылымдарда нарративтер деп аталады. Наразылықтар туралы бірнеше қалыптасқан нарратив бар. Бірақ олардың жалпы мақсаты наразылық шараларын өз дауыстарын жеткізу үшін пайдаланатын топтар мен жеке тұлғаларды қоғамдық қолдаудан айыру болып саналады. Элита пайдаланатын нарративтер жүйелі түрде теледидар, бақ, мектеп оқулықтары, президент сөздері және басқа арналар арқылы беріліп отырса, олар бірте-бірте көптеген азаматтың дүниетанымына айналуы мүмкін. На фоне мирных социальных протестов бандиты и террористы спланированно Бірақ сәтте айғай шуға белгісіз адамдар тобының көліктерді өртеп, полицияға қарсылық білдіру. Осылайша, қоғам ішінде наразылық туралы жағымсыз образдарды тарату халықты демобилизациялаудың тиімді әдісі болып саналады. Және бұл процеске элитада, ғалымдар да, сарапшылар да, қоғамның әртүрлі тобы да қатысады. Қазақстан үкіметі наразылықтардан төл билігінің іргесін шайқалтушы қауіпті көреді. Сондықтан наразылық білдірушілерді дискредитациялау үшін әртүрлі нарративтерді белсенді қолданады. Бұл эпизодта біз ең көп таралған екі нарративті талдаймыз. Бірінші нарратив қорқыныш тудыруға түрткі болады. Бұл мақсатта билікшіл медиа наразылықтар хаосқа, тұрақсыздыққа және ел егемендігін іргесін шайқалтуға алып келеді деген хабарлар таратады. Қазақстандағы саяси режим ұзақ жылдар бойы көршілес Қырғызстан, Грузия және Украинада болып жатқан түрлі түсті төңкерістерді дәл осылай көрсетті. Посткеңестік мемлекеттерге түрлі түсті төңкерістер не берді? Революция халық армандаған демократияға жеткізе алды. Айтпақшы, түрлі түсті төңкеріс термині бастапқыда ғылыми әдебиеттерде бейтарап тұжырымдалып, кейін ғана саясаткерлердің жаргонына айналды. Олардың негізінде Қазақстандағы тұрақтылық биліктің бірегей жетістігі ретінде көрсетіліп, тіпті оны демократия үшін де жоғалтуға болмайды деп сендірді. Аталған тұрақтылық мифі арқылы Назарбаев режимі әлеуметтік келісім шартты дамытып, сәйкесінше қоғамға экономикалық пайданың орнына шектеулі саяси және азаматтық құқықтармен өмір сүруге үндеу жасалды. Кейбір зерттеулер көрсеткендей, мұндай келісім шарт арасында халықтың кейбір экономикалық бақуатты тобына әсер еткен. Наразылық шерулері төңірегінде үрей тудыру ішінара орынды. Өйткені демонстрациялар бұқаралық сипат алған сайын, оны билік аяусыз басып тастап отырды. Желтоқсан 1986, Шаңырақ 2006, Қаңтар 2022 сияқты қасіретке толы кезеңдерді қамтитын Қазақстанның жаңа тарихы сөзсіз шерулерге қатысты кер тартпа көзқарастардың қалыптасуына жол береді. Ол азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін қауіпті әрекет ретінде бағаланатыны айдан анық. Билік акторлары алға тартатын нарративтердің бірі конспирологиямен байланысты. Конспирология контенті бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ оларда наразылық білдірушілер бәсекелес элита болсын, геосаяси күштер немесе тіпті қылмыстық топтар болсын, қайткен күнде қуыршақ ойнатушылардың қолындағы қаруға айналатыны сөзсіз. Наразылықтар билік акторларының ойынын көрсетеді деген нарративтер қарапайым азаматтардың рөлі, әрі олардың осы оқиғалардағы талпыныстары мен талаптарын белден басады. Мысалы, 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде бұл дискурстар элиталар мен үкіметті жақтайтын сарапшылардың шекарасынан да әрі асқаны белгілі болды. Маргиналдар мен Сырайымбека туралы қиян кескі сөздерден бөлек сан түрлі тоғышар пікірлерді естуге болады. Мысалы, біздің адамдар көтеріліске шықпайды.
Сол күндері алаңға шыққандар бөтен адамдар. Бұл адамдар кімдер, олардың мақсаты не? Шеруге шыққандарға ақша төленген. Айтқандай, наразылық білдірушілердің жағымсыз репрезентацияларының тамыры кеңестік дәуірде жатыр. Өңірде сирек болатын бүлік кезінде кеңес билігі наразылық білдірушілерді маскүнемдер, нашақорлар және діни экстремистер деп атап, ол көріністі қалың көпшілікке таратқан. Қазақстандағы наразылық тенденциялары мен динамикасы. Қоғамдық санада шеруге шығудың деструктивті және тұрақстандырғыш бейнесіне қарамастан, Қазақстандағы наразылық оқиғаларының жалпы санының 87% бейбіт азаматтық акциялар болып саналады. Бұған Аклет жобасының деректері дәлел. Аклет командасы қақтығыс сценарийлерін сипаттау, зерттеу және сынау үшін талдаулар жүргізеді. Содан кейін нәтижелерді бәріне қолжетімді базаға жүктейді. Мәліметтер базасында әлемдегі барлық тіркелген саяси зорлық-зомбылық пен наразылық оқиғасының күндері, қатысушылары, оқиға өткен орындар мен қаза тапқандар және аталған оқиғалардың типтері туралы деректер енгізіледі. Аклет деректер базасы 2018-2021 жылдар аралығында Қазақстанда 2696 наразылық шарасы болған көрсетеді. Әрі, жыл өткен сайын олардың саны арта түскен. Әлемдегі наразылықтар 21 ғасырдағы наразылықтың негізгі мәселелерін зерттеу басылымында жалпы әлем азаматтарының 3 негізгі тақырыпқа наразы болған көрсетеді. Саяси өкілдік пен саяси жүйелердің сәтсіздігі, экономикалық әділетсіздік және азаматтық құқық. Әлемдік наразылық контекстінен қазақстандық контексттің анау айтқандай айырмашылығы жоқ, және жаһандық үрдістерді Қазақстаннан да байқауға болады. Әлемдегі наразылықтар сараптамаларында наразылық білдіруге шыққан негізгі күштер бұл: өз отбасының мейлінше әлеуметтік қорғалуын талап ететін көп балалы аналар, әділ сайлау мен парламенттік реформаларды талап ететін азаматтық белсенділер, лайықты еңбек жағдайларын талап ететін өндіруші өнеркәсіп қызметкерлері екені атап көрсетіледі. Осы орайда қазақстандықтардың талаптары өз елдеріндегі әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайдың жақсарғанын қалайтын чилиліктердің, француздардың, америкалықтардың және оңтүстік кореялықтардың талаптарынан еш айырмашылығы жоқ. Аталған талаптар сәйкесінше заңды және қалыпты. Авторитарлық елдердегі наразылықтар. Алайда, жоғарыда аталған Аклет деректері бейбіт наразылық акцияларының едәуір бөлігі жергілікті биліктен рұқсат алмағаннан өтпейтінін ескерсек, қоғамдық көңіл күйдің бір бөлігін ғана көрсетеді. Егер қандай акцияларға рұқсат беру керек, ал қайсына тыйым салу керектігін саралап, шерулерге қатысты қатаң саясат болмағанда, сіз бен біз бұдан да көп наразылықтың куәсі болып, қазақстандықтардың биліктен нені талап ететінін білуші едік. Ал наразылық шерулері болған күннің өзінде тек қана әлеуметтік желі мен бір қатар тәуелсіз бақ беттерінде жарияланады. Мұның бәрі ел азаматтарына елдегі наразылықтар туралы ақпарат алу мүмкіндігін айтарлықтай шектейді. Іс жүзінде әкімдіктер кімнің көпшілік алдында, қала көшелерінде наразылық білдіре алатынын, ал кімнің наразылық білдіре алмайтынын қатаң қадағалап, өтініштердің шектеулі санын ғана қанағаттандырады. Оның жарқын мысалы әйелдердің қауіпсіздігін саясаттандыру мәселесіне жылдар бойы тыйым салынып келеді. Ал Орал тұрғыны Бекболат Өтебаев әкімдік бекіткенше бір пикетті өткізу үшін 20 рет өтініш беруге мәжбүр болды. Әкімдіктен рұқсат алу орасан зор адами ресурс пен уақытты талап етеді. Сондықтан наразылыққа шығуға көбі бата бермейді. Келісілмеген акцияға шыққандарға үлкен көлемде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке қамауға алынады. Наразылықтар мен кімдік. Наразылықтар тілмен және әлеуметтік таппен біте қайнасқан кімдікпен тікелей байланысты. Кейбір азаматтар демократиялық реформалар мен парламенттік республиканы қолдайды. Басқалары әлеуметтік қорғауды, қолжетімді баспана мен лайықты жалақыны талап етеді. Келесі тарап таза ауа мен қоршаған орта үшін күреседі. Ал басқалары сыртқы күштердің ықпалына қарсылық білдіріп, жер сияқты ұлттық құндылықтарды қорғайтын болады. Осынау әртүрлі күн тәртібі қазақ қоғамының сан алуандығын, сондай-ақ әлеуметтік топтар арасындағы алшақтық пен теңсіздікті көрсетеді.
Баспана және жұмыс сияқты қарапайым жағдайларға қол жеткізе алмай жүрген әлеуметтік топтар таза ауа үшін күресіп жатқан, әрі олардан қарағанда әлеуметтік артықшылыққа ие топтың жұмысына қосыла алмайды. Бұл әлеуметтік экономикалық теңсіздіктер үлкен қоғамдық қозғалыстарды құру үшін қажетті тапаралық ынтымақтастықтың пайда болуына жол бермейді. Сондықтан қоғамның бір бөлігі жемқор элитаға қарсы наразылық пен кедейшіліктің адамдарды апатты қарсылыққа итермелейтініне сене алмайды. Қарапайым халықтың басым көпшілігін алқымнан алып жатқан несие саясатына күмән келтіргеннің орнына оларға төңкеріс пен лаңкестер туралы конспирологияға сену әлде қайда оңайырақ. Наразылықтар және ұлттық жады. Билік әлеуметтік мәселелерді ауыздықтауға тырысқанмен, басынан өткерген әділетсіздікті жұрт жадынан толықтай өшіру мүмкін емес. Қанды қаңтар оқиғасы көрсеткендей, желтоқсан мен Жаңаөзен естелігі халықтың бір жұдырық болып бір ортаға жұмылуына әсер етеді. Қазақстандықтардың басым көбі үшін бұл оқиғалар тізбегі теңдік үшін ұзақ мерзімді күрестің жалғасы болып саналады. Алайда жоғарыда айтылған наразылық тек элиталық топтардың ойыны деген әңгімелер қазақстандықтарға аталған күрестің басы қасына шығып, тізгінін қолға алуына кедергі келтіреді. Бүгінгі таңда қоғам қаңтар оқиғасы кезінде бейбіт шерулерді аяусыз басып жаншу салдарынан күйзеліске ұшырағандар мен олардың шындығына сенбей ештеңе болмағандай өмір сүріп жатқандар болып екіге бөлінеді. Бұл қоғамды демократия үшін күресте бір ортаға жинауға және елдегі оқиғалардың барысы үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға кедергі келтіреді. Сондықтан баламалы қоғамдық жадымен жұмыс жасау, оны куәгерлер әңгімелермен, қоғамдық талқылаулар және ғылыми зерттеулермен толықтырып отыру өте маңызды. Білімдегі олқылықтардың салдарынан Қазақстанның жаңа тарихындағы осынау маңызды оқиғалар туралы естеліктер қоғамдық сананы одан әрі басып жаншу үшін элиталар, тіпті сыртқы ойыншылар тарапынан белсенді түрде қалыптасып бұрмаланатын болады. Қазақ протест тарихы подкастын дайындауға атсалысқандар. Идея авторы және продюсері Айсұлу Тойшыбек. Орыс және қазақ тілдеріндегі эпизодтарды Аружан Амалова өңдеді. Эпизодтарды бір ортаға жинап, мастеринг жасаған музыкант әрі дыбыс режиссері Константин Кохан. Подкасты көркемдеген суретші Жанел Шахан. Джингл композиторы Асыл Алмаханова. Мәтіндерді қазақшаға аударған Фридрих Шекіртке. Эпизодтарды қазақ тілінде Жанна Қапасова, ал орыс тілінде Айсұлу Тойшыбек дыбыстады. Эпизодтардың басындағы және соңындағы мәтінді Аружан Амалова дыбыстады. Бұл подкаст ақш халықаралық даму агенттігі USAID арқылы Америка халқының жомарт қолдауымен ұйымдастырылды. Подкаст мазмұнына Бұлбұл студиясы жауапты және USAID немесе ақш үкіметі көзқарастарын сипаттамауы мүмкін.